Так, телефон. Телефон қалдырған ба? Все, начинаем? Да, все. Сәлеметсіздер ме? Біз бүгінгі тікелей эфирімізді бастаймыз. Біраз кешігіп бастадық жұмысқа байланысты. Бүгінгі біздің тақырыбымыз, білесіздер, жалпы квота бойынша. Мен дұрыс естіп тұрсыздар ма? Естен ба, жақсы? Көріп отырсыздар ғой, иә? Значит, қай тақырыпқа қозғаймыз? Бұл қазір мемлекеттің бөліп жатқан бедеулік бойынша квота тақырыбы. Қазір сүйінші бүгіннен бастап портал ашылды. Бұл порталды біз өте ұзақ күттік деп айтсақ болады, иә? Июль 2 ай күттік, 1,5 ай күттік. Бүгіннен бастап портал ашылды, сондықтан құрметті келіншектер, тез-тез өздеріңіздің жергілікті жерлеріңізге, жергілікті поликлиникаларыңызға барып, порталға тіркеп, талон госпитализацияларыңызды алып, біздің орталыққа келе берулеріңізге болады. Жылдың аяғына дейін біздің есігіміз сіздер үшін ашық. Сонымен биылғы жылдық квотаны жылдың аяғына дейін бітіреміз деп ойлаймыз. Және ең көп қазіргі таңда қойылып жатқан сұрақтар, приказда қандай өзгерістер енгізіліп жатыр, иә? Өздеріңіз естіп жатсыздар, көріп жатсыздар, қазір көптеген әңгімелер жүріп жатыр. АМК-сі төмен келіншектерге де квота беріледі екен. Ерлердің бедеулігі, оның ішінде азоспермия дейміз, не болмаса спермограмма көрсеткіші 0-ге жақын ер азаматтарға да квота беріліп жатыр екен деп жатыр. Және өзі баланы көтере алмай суррогат анаға жүгінетін пациенттерге де квота беріліп жатыр екен ғой деген сұрақтар күніне неше рет келіп түсіп жатыр. Мен соған енді сол мәселеге негізгі бүгін тақырып соған тоқталайын деп отырмын. Иә, қазір сондай әңгіме халық арасында жүріп жатыр. Сол рас па? Қазіргі таңда бұл жай әңгіме. Бұл әлі күшіне енген жоқ. Сондықтан осы уақытқа дейін айтылып жатқан болады екен, келіңіздер, АМК-сі төменге донор арқылы, донорда эко бойынша квота арқылы ақшасы төленеді екен, барлығы квотаға кіреді екен деген әңгіменің бары қазіргі таңда өтірік ол. Себебі ол приказ әлі қаралып жатыр, әлі толықтай күшіне енген жоқ. И вообще ол толықтай күшіне ене ма, енбей ма, бұл возможно нәрсе ма, әлде жай әңгіме ма, ол әлі белгісіз. Сондықтан да сондай сұрақ қойған қыз-келіншектерге айта кететінім, сол осы уақытқа дейін қандай приказбен жұмыс жасадық, сол приказ бойынша жұмыс жасаймыз. Яғни АМК-сі бірден төмен келіншектер квота ала алмайды. Және 5-6 фолликуладан УЗИда көбірек болу керек. Одан төмен 1 фолликуласы бар, 2 фолликуласы бар, 3 фолликуласы бар. Жаңағы келіп жатыр ғой, сондай келіншектерге әрине квота берілмейді. Азоспермияға квота берілмейді. Донор, өзімен бірге донорын ала келген келіншектер болса, донорға квота берілмейді. Және суррогат ана жалдауда әлі квотаға кірген жоқ. Кімдер осы жаңағы жалпы сол бойынша жұмыс істеп жатырмыз, бұрынғы приказ бойынша, иә. Ал және бір жақсы жаңалық, қандай жаңалық? Бұны осы мен сіздерге айта кетейін. Ол донорлық ұрық жайында. Егер пациент келеді, АМК-сі бірдің маңайында, 1-2, 1-1, сондай УЗИдан қарайсын, вроде фолликулдар көріп тұрсың, сонымен жасы келіп тұр, 42 жасқа дейін денсаулық жарап тұр, сонымен
эко бастаймыз квотамен. Сол уақытта ұрықты өсіре бастаған кезде фолликулалар аз шығып қалады. Біреу, екеу, үшеу өте аз болып қалады, иә. Сондай келіншектер өзінің жасап жатқан орталығынан донорлық ұрық ала алады, өз ақшасына сатып. Пациент өз ақшасына. Егер өзінің ұрығы жетпей жатса, өте аз шығып қалса, біз күткендегідей емес, аз болып қалды, иә. Енді біз программаның алдында, ой, сізде 5-6 жетеу бар екен деп барамыз да, кейде дәріс укол салған кезде ондай ответ бермей қалатын кездер болады. Сол кезде сондай пациенттер донорлық ұрық сатып алады өз ақшасына. Басқа жағдайдың бәрінде ол квотаға кіріп, жаңағы дәрісін бәрін тегін квотаға кіреді, бірақ ұрығы аз болып қалды. Сонымен осы центрдан мысалы 1 ұрық сатып алады, 2 ұрық сатып алады, 3 ұрық сатып алуға шансы бар. Ол ондай өзгеріс кірді, ондай өзгеріс енді. Бұл да бір жақсы жаңалық деп ойлаймын, себебі бұрын ондай болмайтын. Приказ бойынша, енді бұл официально приказ бойынша пациент өзі сатып ала алады. Жаңағы жетпей қалған ұрығы аз болып қалса, сол уақытта өз ақшасына ұрық сатып алуға правасы бар. Ал басқа жағдайда 0 АМГ-мен келіп, не болмаса жасы өтіп кетіп, АМГ-сы 0, не болмаса уже етекірі тоқтап қалған, менопаузаға кірген келіншектер өзінің донорын алып кеп, сіңілісін, не болмаса тағы біреуді алып келіп, квота ала алмайды, ол квотаға кірмейді мүлде. Осы жайында айта кеткім келген сіздерге. Бүгінгі негізгі тақырыбымыз сол. Бар ма сұрақтар осы бүгінгі тақырыпқа байланысты? Тағы да айта кететін жағдай, енді жаңа пациенттер көп айтып жатыр ғой, неге онда алдын ала бұндай әңгіме жібересіңдер, неге алдын ала бұны айтады деп. Енді оған біз неге бұл әңгіме алдын ала кеткенін айта алмаймыз. Жалпы бұл өте дұрыс жасалмаған деп ойлаймын, себебі бұл әлі приказға енген жоқ, кірген жоқ. Ой, сендер донор емімен келіп эко жасайсыңдар, ой, азоспермияда квотаға кіріп кетті, ой, жасың нешеде болса да квота ала бере аласың, не болмаса тағы да сондай әңгімелердің бәрі ешқандай дәлелсіз, ешқандай приказсыз, әлі күшіне енбеген жағдайда бұны алдын ала халықты неге шулатпау керек еді. Ал сондықтан қазіргі таңда осы бұрынғы приказ бойынша жұмыс жасаймыз, және донор алғысы келгендерге осы жағдайда ғана донор ала алады. Өз ұрығы аз болып қалса, жетпей қалса, осы центрден, или қай центр, қай жақта жасап жатады, не емес, өз ақшасына донор сатып ала алады. Бұл уже официально приказға енген дүние. Басқа жағын енді уақыт көрсетеді. Келесі жылы қалай өзгереді бұл приказ, қалай болады екен, оны келесі жылы бірге көреміз. Квотаға қандай анализдер керек дейді? Квотаға қандай анализдер керек екен, біз уже бәленбай жылдан бері айтып келе жатырмыз. Біздің сайтқа кіресіздер, сонда әр врачтың айтқан орысша информациясы бар, қазақша информациясы бар. Ашып қарап тыңдаңыздар, қандай анализ керек екені сол жерде бәрінде четко жазылып тұр. Квота Қырғызстан азаматына беріледі? Жоқ, квота тек Қазақстан азаматына беріледі. Тағы да дәрі-дәрмектер квота бойынша алуға бола ма дейді? Квотамен келетін болсаңыздар, дәрі-дәрмек сол квотаның ішіне кіреді. Ол дәрі-дәрмек дегеннің ішінде экоға кететін дәрі-дәрмектер кіреді. Кейбіреулер витаминдерін де шатастыруы мүмкін. Жоқ, витаминдеріңізді өздеріңіз сатып аласыздар. Кіреді тек қана квотаның дәрілер ғана. Ол дәрілер өте қымбат дәрілер. Бір пациенттің басына 500 000 дәрісі кетеді. Сол дәрілерді үкімет сіздерге жауап береді. Соны квота арқылы келеді, келгендерге. Қазіргі заң күшіне енді ма дейді? Қандай заң? Суррогат ана бойынша алынатын квота. Мен бағадан бері не айтып отырмын? Енген жоқ. Ол заң күшіне енген жоқ. Суррогат та енген жоқ. Азоспермияда енген жоқ. Және донорская программада кірген жоқ оған. Мен бағадан бері, бастағаннан бері осы әңгімені айтып отырмын ғой. Тағы кім? Тағы не? Пенсионный фонд арқылы, бұл жақсы сұрақ. Пенсионный фонд арқылы енді бізде сіздер сияқтымыз ғой, бір заң шықса жанталасып қарап, жақсы шықса сіздерді қуантып, сторисімізға салып есіміз шығады да.
сондай заң шыққан негізі. Мына пенсионный фонд енді тек қана үй алуға емес, жер алуға емес, адам өзінің денсаулығына да жұмсай алады. Баласын емдеуге, өзін емдеуге және эко жасауға болады деген сондай заң қабылданған, сол шыққан. Бірақ ол қаншалықты опять күшіне енді, оны мен айта алмаймын. Бірақ ошол менің бір пациентім бар білген екен, ол заң бар, бірақ әлі күшіне ене қойған жоқ депті. Енді ол қашан қалай болады білмеймін. Бірақ негізінде сондай шығып жатқан не алуға болады деген. Енді оны мен ойлаймын, пенсионный фондтан барып білу керек шығар деп, біз енді ол жағын точно айта алмаймыз. Көп адамдар сұрайды, қанша квота бөлінді деп. Көп бөлінді, жетеді, көп. Жылдың аяғына дейін барлықтарыңызға квота жетеді. Тек қана сіздерден бір-ақ нәрсе сұрайтынымыз, екі нәрсе. Сол квотаға кіру керексіздер, сосын кейін протокол болу керек бізден онлайн протокол ала бересіздер, келіп қажет емес бұл жерге. Және сіздердің өздеріңіздің жергілікті жерлеріңіздегі врачтарыңыз сіздерді тез-тез порталға қойса, тез-тез жұмыстарыңыз да бітеді. А если ол неше айға былай созылып кетсе, тағы да портал бітіп қалса, тағы да онда келесі жылға қаласыздар. Ал онлайн консультация қалай алуға болады? Онлайн консультация емес, онлайн протокол қалай алуға болады? Онлайн протокол 8 707 9 34 34 34 деген телефон арқылы АМГ, спермограмма күйеуіңіздің, кариотиптеріңіз болса, выпискаларыңыз болса, трубаңызды тексерткен анализдеріңіз болса, солардың бәрін осы номер арқылы жіберсеңіздер, біз комиссия қараймызға, сізде қараймызда онлайн протоколыңызды еліңізге беріп жібереміз. Сол арқылы өздеріңіз порталға тіркеліп, бізге эко жасауға бірақ келесіздер. Бірақ осының бәрін қазір 4 ай, осы жылдың бітуіне енді август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, почти 4 ай ғана қалып тұр ғой. Сол 4 айда тез-тез бітірсеңіздер, бәріне үлгересіздер деп ойлаймын. Квота арқылы қандай адамдар өтпейді деген? Квота арқылы өтпейді, жасы келіп қалған келіншектер. Квота арқылы 40-тан асқан, 43, 45, 46 мүмкін өтпеу мүмкін, себебі біз анализдеріне қараймыз. Егер антимюллеровый гормондары төмен болатын болса, бірден төмен болса, және ол антимюллер жарайды, көрдік тек бір боп кеп тұр дейік. Бірақ біз УЗИдан еще қараймыз ғой. УЗИдан, если резерв жоқ болса, фолликулы біреу-екеу ғана болып тұрса, және басқа да нелер болып жатса, онда өтпеу мүмкін. Не болып жатса, ойым бөлініп кетті, нені оқып отырып, вопростарды оқып отырып. Значит, АМГ төмен болса өтпейді, азоспермия болса өтпейді, азоспермия деген жолдасының ұрығы 0 болса, және жас мөлшерлігіне қараймыз, өтірік емес, ол әйелдің жасына қараймыз міндетті түрде. УЗИдан қараймыз, егер де ұрықтың саны азайып кететін болса, сондай келіншектер өтпей қалады. Негізгі критерий осы 3-4 ғой негізгісі. Яқта бір кісі жазып жатыр, менің циклым жоқ дейді, жасым 37-де, гиперплактомия диагнозы. Маған квота беріле ма дейді? Берілуі мүмкін, егер дәрігерге барсып, жаңағы менің айтқан анализдерімді тапсырып көріңіз, өзіңіздің врачыңыз қарайды. Егер яичнигіңіз жақсы жұмыс істеп тұрса, жатырыңыз жараса, күйеуіңіздің анализі жараса, пожалуйста, кеп жасата беріңіз. Поликистоздар өтеді. Поликистоз бар, бұрын өтпейтін, қазір поликистозы бар келіншектер. Және себебі жоқ бедеуліктер. Мысалы, әйелінің де бәрі анализі жақсы, еркектің де бәрі анализі жақсы. Бірақ 2, 3, 4 жылдап, 5 жылдап, 10 жылдап баласы жоқ. Бірақ бәрі жақсы. Но бала жоқ. Ондай келіншектер биылдан бастап квота алып жатыр. Оны қандай диагнозбен алып жатыр? Себебі белгісіз бедеулік деген диагноз беріп жатырмыз. Идиопатическое бесплодие дейміз медицина тілінде. Солар алып жатыр. Алады ондай келіншектер, поликистозбен де алып жатыр. Главное, жастарыңыз өтіп кетпесін. Біз жасқа өте қараймыз. Неғұрлым әйел жасырақ болса, соғұрлым оның шансы жақсы болады. Неғұрлым әйелдің жасы өтіп кетсе, шансы да төмендейді. Сол үшін жасқа қараймыз. Әйтпесе, біз бір әйелдің жасына қарап оны бір кемсітейік деп тұрған жоқпыз. Просто неғұрлым жасырақ келсеңіз, соғұрлым өздеріңізге жақсы. Шанстарыңыз да жоғары болады. Жасым 49-да болса беріле ма дейді? Жоқ.
жоқ деп енді точно айтпаймын мен сізге, әрине 49-да берілмейді болды деп. Опять анализдеріңізге қараймыз. Анализдеріңізді тапсырасыздар, көріңіздер, жергілікті поликлиникаға барып кеңес алыңыздар, болмаса репродуктологқа келіп кеңес алыңыздар. Сонда өзі белгілі болады. Сол мына жерден өте көп сұрақтар. Азоспермия поликистоз болса берілмейді, азоспермияға квота берілмейді. Қыздар, құр телефона маған квота бола ма, маған квота болмай ма деген сұрақ болмайды. Мен сізді көріп тұрған жоқпын, мен көріп келемеспін ғой, бола ма квота, болмай ма. Мен бағанадан айтып отырмын ғой, қандай анализдер керек. Сол анализдерді тапсырасыздар, жергілікті жерге барасыздар, қараласыздар. Және егер сізге өзіңіздің врачыңыз, сізге квота болады, давайте попробуем, давайте анализ тапсырыңыз десе, анализдеріңізді тапсырасыз да, бізге 8-7-9-34-34-34 осы телефон арқылы анализдеріңіздің жібересіз. Біз 1-2 күннің ішінде жауабын сразу айтамыз сізге, квота бола ма, жоқ па. Атак, мен 40-тамын бола ма, мен 35-темін бола ма, меған бола ма, болмай ма деген сұрақтарыңызға бұл жерде жауап бере алмаймын мен. Сәлеметсіз бе, мен порталға очередьқа қойды. Квота мен одобрение болды. Енді вакцина алсам, бұл сол жағдай қалай болады дейді. Бұл өте қиын сұрақ. Қазір шынымды айтсақ, вакцина жайлы жалпы ешкім ештеңе білмейді. Россия бүйтіп жатыр, Европа сөйтіп жатыр, Америка бүйтіп жатыр деген бәрін енді соларға арқа сүйеп, вроде эфир жүргізіп жатыр врачтар. Главный санитарный врач бүйтеді, ана сөйтеді деп. Бірақ на самом деле шынын айтқанда бұл сұраққа мен жауап берем деп айта алмаймын. Себебі мен де сіздер сияқты шынымды айтқанда өзім де білмеймін, бұл вакцина бола ма, қазір жүктілік кезінде болмай ма, или жүктіліктің алдында бола ма, или жүктіліктен кейін салыну керек па. Енді мен маған мүмкін медицина тілінде айтпадыңыз маған деп ұрысатын шығар, енді қазір сен олай айтпау керек едің деп. Бірақ енді мен тоже өтірік айта алмаймын. Вакцина жақсы, салдыра қойыңдар, түктетпейді деп тоже айта алмаймын. Не болмаса салдырмаңдар деп тоже айта алмаймын. Сондықтан енді бұл жерде мен сізге бұл сұрақтарыңызға жауап бере алмаймын. Бірақ жалпы маған келіп жатқан пациенттер, если бүгін ертең эко жасағалы тұрса, вот мен экоға кіргелі тұрса, мен қоя тұрыңдар деймін, салдырмай қоя тұрыңдар, экоңызды жасайық, балаларымыз туып алайық, кейін салдыру керек болса салдырасыздар деймін. Егер пока эко пландамаса, пока белгісіз болып тұрса, енді қазіргі эпидситуацияға байланысты жалпы өмірдегі болып жатқан қорқып жатыр адамдар, көп қиын жағдайлар болып жатыр деп жатыр. Енді салдырам десеңіздер, енді оны өздеріңіз білесіздер. Сондықтан мен енді бұл жерде салдырма деп айта алмаймын. Бірақ шынымды айтайын, пациенттер келіп осы міне бүгін ертең программаға кіріп, бүгін ертең подсадкасы болып жатқандарға мен салдырмаңдар деп жатыр. Бұл шынымды айтайын. Салдыра қойыңдар, түктетпейді деп тоже өтірік айта алмаймын. Өйткені мен өзім де білмеймін. Суррогаттық анаға өзі жақынымды алып келсем бола ма дейді квота бойынша? Квотаға суррогат кірмейді. Кірмейді. Бағанадан бері айтып отырмын ғой. Биыл пока кірмейді. Келесі жылы крема кірмейді, ол да белгісіз. Жалпы суррогат ана қолданып суррогатпен барам дейтін пациенттерге квота қарастырылмаған. Ал енді осы уақытқа дейін кейбір адамдар эфирға шығып болады деген сөздер, енді ол біраз артықтап айтылған сөздер деп ойлаймын, себебі ол заңға кірмеген, әлі іс жүзінде жасалмаған дүние ол әлі. Былайша айтқанда оның бәрі пока бос сөз. Квота бойынша қай циклде келген дұрыс? Квота бойынша келсеңіздерде, ақылы келсеңіздерде, етек басталғанда врачтың алдында болу керексіздер, барлық анализбен. Анализсіз программа бастау қиын. Сондықтан квота болса да сол бір жұмыс жасайтынымыз, ақылы келсеңізде сол бір жұмыс жасайтынымыз. Сондықтан қашан келсеңіздерде месячный етекірлеріңіз басталғанда врачтың алдында болу керексіздер. Мен негізгі бүгін жаңа приказ бойынша осы уақытқа дейін айтылып жатқан жаңағы донорство, суррогатное материнство деген бойынша қысқаша айтқым келген сіздерге түсініктеме болу үшін, себебі сұрақ өте көбейіп кетті қазір. Пациенттер
жан жақтан мен келем, мен донор әкелем, мен сіңілімді әкелем, квота берейін деп жатыр екен ғой, сіздер неге бермейсіздер деп ренжіп жатыр да. Сол үшін соған біраз түсініктеме беріп өттім. Ол әлі заңға кірген жоқ, онымен әлі ешкім олай жұмыс жасап жатқан жоқ, суррогат та кіріп жатқан жоқ, азоспермия да кіріп жатқан жоқ, донор тем более кіріп жатқан жоқ. Нулевой АМГ-мен жалпы квота беріп жатқан жоқ қыздар. Сол үшін осыны сіздерге қысқаша түсіндіріп өтейін деп кірдім бүгін прямой эфирға. Енді қалған көп сұрақтар мына жерде келіп жатыр. Енді оның бәріне негізгілеріңіз бүгінгі тақырып бойынша қазір мен көмекшім қарап айтып отыр маған. Ал енді былай сұрақтарыңыз болса, жалпы осы посттың астына жазсаңыздар болады. Мені белгілесеңіздер, мен лично өзім жауап берем. Ал сол енді басқа. Қыздар, бүгін айтпақшы тағы да бір ескерте кетейін. Енді қосылған қыздарға портал ашылды. Тез қойсын енді врачтарыңызға. Айдыңыз, таған анализ жоқ, мына анализ жоқ деп созып жүрмесін. Өйткені портал 4 ай ғой, жылдың аяғына дейін ол тез бітіп қалады. Пока жүргенше тез қойсаңыздар, жұмыстарыңыз да тез бітеді. Сіздер тек порталда тұрсаңыздар болды. Потом ары қарай біз осы айда бастаймыз ба? Дайын болмай тұрсаңыз, может, келесі айға қалдыруымыз мүмкін. Келесі айға қалдырып та жатамыз. Сондықтан ол уже біздің проблема да. Қай айда сізді стимуляцияға бастау керек? Осы айда ма, келесі айда ма? Сіздер тек қана осы порталға қойып, бізге талон госпитализацияңызбен келсеңіз болды. Мына бір сұрақ бар. Егер АМГ төмен болып, фолликуланың саны жақсы болып жатқан жағдайда не істейсіздер? Бұл жақсы сұрақ. Себебі менде осы жылы, биыл бірталай келіншектер келді. АМГ-сі 0,9, 0,8, бірақ УЗИ-дан мен 7-8 фолликуланы көріп тұрмын, біліп тұрмын, сондай алатынымды. Өзім көзім жетіп тұрды. Ондай пациенттерге, және жас шамасы, жас келіншектер 25-30-30-дан енді асқан, 30-ға дейінгі ұрықтар, яичниктары жақсы, бірақ АМГ-сі 0,8-0,9 сондай пограничный болып тұрды. Оларға квота бердік, и ондайлардан жақсы ұрықты алдық, нәтижеде болып жатыр. Сондықтан, если жас болып тұрып, АМГ-ңыз жай ғана төмен болып тұрып, УЗИ-дан репродуктолог бірнеше сізден фолликул көріп тұрса, неге бермеске? Шанс бар, беруге болады. Егер керісінше болып жатқан жағдайда? Керісінше АМГ-ңыз көп, фолликулаңыз аз болып тұрса, мен бағана соны ескерткем сіздерге. АМГ-сі 1-1,5 болып келеді қыздар, УЗИ-дан қарайсын, нар жағында бір фолликул, нар жағында бір фолликул, бар жоғы 2 фолликул. Ондайға отказ бердік, и беріп те жатырмыз, әйелдер ренжіп те жатыр, неге өйтесіңдер деп. Себебі көріп тұрмыз, что ұрық көп шықпайтын, 3-4-ақ, 1-ақ, 2-ақ шығатын көріп тұрмыз, бірақ АМГ-сі жақсы. Ондай келіншектер келіп жатыр, онда отказ беріп жатырмыз ондай келіншектерге. Қарайып кетті, дұрыс па? Дұрыс па, что-то не болып тұр еді жаңа. Квота бойынша тек қана заңды некеде тұрған адамдар келу керек пе дейді? Айтпақшы. Заңды некемен келсеңіз тіпті жақсы, әрине, ал егер өзіңіздің жаңағы азаматтық некеде күйеуіңіз болса, онымен сіз бірнеше жыл тұрып жатсыз, қандай да бір жағдаймен просто заңға отырған жоқсыз да, келе беріңіз, пожалуйста, квота алуға құқыңыз бар. Прям ЗАГС требовать етпеңіз, бірақ өзіңіздің жігітіңіз болу керек, күйеуіңіз болу керек. Ондай пациенттерге квота беріледі. АМГ қалай тексереді дейсіз бе? АМГ-ны барасыз да аш қарынға қан тапсырасыз, циклдың кез келген күні. Сол тексергенде кейін. Қашан бізге Ақтауға келесіз дейді? Шақырсаңыздар барам. Сол болды енді, онда біз бүгінгі мен есіме түсіп кетті, осы жерде айта кетейінші. Құрметті қыз келіншектер, қазіргі таңда семіздік үлкен проблема болып отыр бізде қазір жұмыста. Себебі қазір 30-ға толмаған, 30-дің маңайындағы келіншектер
100 килограммның әр жақ бер жағы плюс-минус болып келіп жатсыздар, квотамен келесіздер ма, платный келіп жатқандарыңыз да бар. Осы жерде мен бұған енді жеке программа арнаймыз ба деп ойлағанбыз, жалпы семіздік туралы. Не істеуге болады, қалай істейміз, ол экоға қандай әсері бар екен. Бірақ енді қазір мына жерде отырған келіншектердің көбі енді қазір квотамен келетіндеріңіз бар да, ішіне сразу ескерте кетейін сіздерге. Максимально салмақтарыңызды түсіріп келіңіздер. 100-дің маңайында 120-мен келеді, 130-бен келеді, 110. Ну, енді бұл ешқандай неге сыймайтын жағдай. Себебі өздеріңіз үшін айтып тұрмын, мен үшін емес, маған бәрібір семіресіздер ма, семірмейсіздер ма да. Бірақ өздеріңіз үшін айтып тұрмын, себебі семіздік ертең программа кезінде ұрықтарыңыздың качествосына әсер етуі мүмкін, және ұрықтарыңыз нашар болып шығуы мүмкін. Кейде ұрықты ала алмай қалып жатамыз, не болмаса бәленбай дәрі саламыз, көп мөлшерде гормон саламыз, себебі ұрық өспей, әсер етпей жатады салған дәрілерімізде. Осылардың көбі осы семіздіктен де болып жатады. Ұрықтың сапасына да кейде әсер етіп жатады. Сондықтан да егер де экоға келетін келіншектер болса, максимально салмақтарыңызды тастап келуге тырысыңыздар, жарай ма? Сол енді. Басқа айтатын экода жалпы тақырып көп қой. 70 килограмм жақсы, если бойыңыз тоже соған сәйкес келсе. Бойыңыз 50 килограмм болып өзіңіз 70 болсаңыз, онда домалақ боласыз. Сол үшін салмақ тастау керек болды. Бойыңызға сәйкес келсе, пожалуйста. Салмақ тастау үшін не істейміз? Салмақ тастау үшін диетологпен жұмыс жасау керек. Құр тамақ ішпей қоймаған салмақ болмайды. Диетолог, хотя бы бір айға алып, диетологпен салмақ тастап, спортпен шұғылдансаңыздар, тастамайтын әйел жоқ, барлығы тастайды салмақты. Тек дұрыс питание болу керек. Сол қыздар, онда бүгінгі эфирімізді осымен аяқтаймыз. Негізгі тақырып жаңа квота жайында болған. Тағы да қуанатын жағдай, портал ашылды. Келіңіздер, армандарыңыз орындалсын. Енді осы порталды күткен келіншектер өте көп. Мен ойлаймын, сіздердің үміттеріңіз ақталады деп, біздің еңбегіміз ақталады, сіздердің үміттеріңіз ақталады деп сенеміз соған. Біз де адам баласымыз ғой, солай болады деп ойлаймын. Сіздерге ала жар болсын. Порталдарыңызбен, квоталарыңызбен, квота бергендер келіп, бөпелі болып, биыл көтеріп, келесі жыл босануға жазсын сіздерге. Сау болып тұрыңыздар. Сохранить етіп па? Өшір. Сохранить етесіңдер ма? Заверши.